1855 жыл, Пешевар. Британдық Үндістан мен Ауғанстандық Дос Мұхаммед-хан арасында достық қарым-қатынас туралы шартқа қол қойылды. Бұл шарт негізінде Британия Ауғанстанның саяси іс-әрекетіне араласпайтындығын білдірді. Өз тарапынан Дос Мұхаммед-хан бұл шартты толық орындады. Ал ағылшындар тарапынан шартты орындау ұзаққа созылмады. Бір 1856 жылғы Қырым соғысынан кейін Ресей империясы Орта Азияға қайта назарын аударды. Бұл әрекет Британ империясын әбігерге салды. 1864 жылдан кейін Британия Ауғанстанды буферлік мемлекет ретінде нығайта бастады. Кабул әміріне Британия Ауғанстанның ішкі жауларын тыныштандыруға және әскери жағынан күшеюіне көмек көрсетті. Бұл көмектің нәтижесінде Ауғанстан Ресей империясының әсерінен алшақтай бастады. Көп ұзамай ағылшындардың Ауғанстанның ішкі және сыртқы саясатына араласуы қайта басталып кетті. 19 ғасырдың 70 жылдары империалистік саясат күшейе бастады. Сол кезеңде ағылшын-орыс бәсекелестігі жаңа деңгейге көтерілді. Олардың коммерциялық және қаржылық бәсекелестігі Балқан түбегі мен Батыс Азия өңірлерінде тоғысты. 1875 жылы Ұлыбритания премьер-министрі Бенджамин Дизраэль Лорд Литтонды Индияның генерал-губернаторы етіп тағайындады. Литтонды тағайындау барысында оған Ауғанстанда буферлік аймақ қалыптастыру немесе Ресейдің әсеріне қарсы күрес жүргізу жүктелді. Генерал-губернатор Ауғанстанның әмірі Дос Мұхаммед-ханның үшінші ұлы Шер Әли ханға арнайы елші жіберетіндігін хабарлады. Бірақ бұл ұсынысты Шер Әли хан қабылдамады. Дегенмен Лорд Литтон бұл кезеңде Ауғанстанға шабуыл жасаған жоқ. 1878 жылы Кабулға келіп жатқан Литтонның елшілігін ауған әскерлері артқа қайтарып жіберді. Дәл сол кезеңде ауғандар әмірі Ресей империясының генералы Столетовты мемлекет астанасында өз құзырында қабылдап жатқан еді. Бұл хабарды естіген ағылшындық лорд ауғандарға соғыс жариялайды. Осылайша 1878 жылы Ауғанстан әмірлігі мен Британ империясы арасында екінші ағылшын-ауған соғысы басталып кетті. 1878 жылдың қараша айында британдықтар 40 000 әскермен Ауғанстанға 3 бағытта шабуыл жасады. Бірінші бағыт Болан өткелі арқылы өтіп Кандагар қаласын басып алды. Екінші бағыттағы әскерлер Хайбар өткелін қауіпсіздендіру мақсатында Әл-Мәшид қамалын алды. Үшінші бағыттағы әскерлер Куррам жазығы арқылы Кабулға қарай жүрді. Үшінші бағыттағы әскерлерді генерал-майор Фридрих Робертс басқарды. Хайбар Каталда 18 000 ауған әскерінің күтіп тұрғандығын естіген ол, ауған әскеріне алдамшы шабуыл жасап, оларды абдыратып қойды. Британдық әскерлер көп шығынға ұшыраса да, ауғандарды артқа шегіндірді. Шер Әли хан Кабул қаласынан қашуға мәжбүр болды. Көп ұзамай ол жүрегі ұстап дүниеден өтті. Оның орнына ұлы Якуб хан әмір болды. Жаңа әмір британдықтармен келіссөздер жүргізуге келісті. Осылайша 1879 жылдың мамыр айында Гандамак келісім шартына қол қойылды. Ол бойынша Ауғанстан өзінде Британияның елшісін қабылдауға және елдің сыртқы істерін Британ империясы арқылы жүргізуіне келісім берді. Елші болып Луи Каваньяри тағайындалды. Көп ұзамай Кабулда ауған әскерлерінің көтерілісі басталды. Олар Британ империясының ауғандардың ісіне араласатындығына келіспеді. Сол үшін Луи Каваньяри мен оның ізбасарларын өлтіріп тастады. Ал әмір көтерілісшілерге қарсылық танытпады. Суық хабарды естіген Литтон демалыста жатқан генерал Робертсті тез арада әскерді қайта жасақтап Кабулға аттандырды. Олардың мақсаты Кабулға жетіп елшіні өлтіргендерді жазалау. Бұл жазалаушы топқа Якуб хан да қосылды. Көп ұзамай жазалаушы топ ауған әскерлерін жеңіп, Кабул қаласын басып алды және қылмыс істегендерді жазалау соты басталып кетті.
Болып жатқан оқиғаларға тойтарыс беру мақсатында ауғандар тарапынан тағы бір көтеріліс ұйымдастырылды. Бұл көтеріліс ұзаққа созылмады. Якуб хан тақты босатуына тура келді. 1880 жылы бос тұрған Ауғанстан әмірлігінің тағына Шер Әли ханның жиені Абдурахман отырады. Ол Гандамак келісімшартын орындауға уәде берді. Осылайша Ауғанстан өзінің сыртқы тәуелсіздігінен айырылып қалды. Бірақ сол уақытта Герат қаласында Шер Әли ханның басқа ұлы Аюб хан Ауғанстан тағына үміткер ретінде жаңадан әскер жинақтай бастады. Бұл әскерге қарсы жіберілген Британ армиясы 1880 жылы 27 шілдеде жеңіліс тауып, аман қалғандары Кандагар қаласына қарай қашуға мәжбүр болды. Аюб хан Кандагар қаласын қоршауға алды. Оған қарсы Кабул қаласынан генерал Робертс бастаған күштер 20 күн ішінде 500 километр қашықтықты бірде-бір адам шығынысыз басып өтіп, Аюб ханның әскерін сол жылдың 1 қыркүйегінде талқандады. Осыдан кейін британдықтар Ауғанстанды Абдурахман ханға қалдырды. Бірақ әмірліктің сыртқы саясаты Британияның шеңберінде жүргізілетін болды. Сонымен бірге олар Ауғанстанның шекара аймақтары Хайбер мен Куррамды өз иелігіне қосып алды. Кабулдағы Британ елшілігі тыныш қана жабылды және британдық әскерлер елді 1881 жылы толық тастап кетті.